Мгм. Саламатсыздар ма? Құрметті әріптестер, Игорь, приветствуем вас. У нас сегодня встреча, как всегда, в рабочем формате, в формате диалога. Мы, в принципе, всегда говорим, что есть, наверное, какие-то вопросы, которые мы должны обсуждать, услышать, вместе что-то решать и так далее. Поэтому мы еженедельно проводим. В принципе, это не какое-то там мое выступление, это больше, наверное, такое, знаете, если вы представитесь, расскажете о себе, может быть, свои предложения или какие-то вопросы, и мы уже постараемся проговорить максимально, что на какие вопросы сможем ответить. Если нет, мы что-то можем еще и доработать и добавить. То есть формат в этом ключе, поэтому, наверное, пока вы у нас есть, времени терять не будем. Послушаем вас. Спасибо. У меня есть пару вопросов. Я состоял в группе, сейчас состою по ТСР, технические средства реабилитации. Ну и с января месяца там что-то работа вообще встала, сколько я туда не писал, то есть там все тишина, и что там дальше, то есть никто мне ответить не может, ни Министерство социальных, то есть ничего, то есть и как-то все тихо. Я хотел узнать, будет это продолжаться или нет? Да, дело в том, что, знаете, я чуть-чуть скажу, наверное, предысторию. К нам поступали заявки по ТСР от мам детишек, у которых есть некая, там, скажем, потребность по состоянию здоровья и так далее. Но мы понимаем, что обеспечить каждого индивидуально это очень сложно. Во-первых. Во-вторых, это нужен индивидуальный быть подбор, потом это должен быть какой-то мониторинг, должно отслеживаться. Этот ТСР, он может быть актуален для этого ребенка сегодня, а дальше, если вдруг что-то уже улучшилось, там, возможно, нужно что-то другое и так далее. Поэтому мы знаем, что есть международная практика, где создаются парки ТСР, где не только они парки ТСР просто выдавать, да, а там все-таки есть некая реабилитация. После этого там дисциплинарные команда дисциплинарных этих составе врачей и так далее, реабилитологов, они подбирают индивидуально, обучают маму, выдают на прокат. Мамы необходимое количество времени продолжают заниматься дома, после чего идет следующий прием по завершению этого срока и смотрят, возможно, что-то другое там и так далее. Мы с этим проектом выходили, потому что мы понимали, что из поступающих к нам обращений, заявок, есть, скажем, немалое количество именно в этом потребности у нашего населения. Обычно у нас так. У нас больше, порядка 40 тысяч обращений. Мы стараемся их сгруппировать и понимать, где является проблема системной. И понятно, что если это проблема системная, то нужно ее и решать. Мы выходили сами инициативно с этим предложением к Министерству труда и соцзащиты. Так скажем, порядка определенного времени прошло, но у нас буквально не так давно состоялась встреча на уровне руководства, министра и нашего руководства, где в целом мы увидели, что работа проделана Министерством труда и соцзащиты, и она не маленькая. Но так как этот проект, он будет впервые внедрен в Казахстане, и там получается у нас несколько стейкхолдеров, в том числе и акиматы, местные исполнительные органы, потому что парки ТСР, понятно, что должны создаваться на базе уже имеющихся там институтов и инфраструктуры в регионах. Парки ТСР это подразумевает некое помещение. Парки ТСР это подразумевает некий перечень, которыми должен быть оснащен этот парк.
Парки ТСР — это подразумевается та команда, которая должна будет там работать, индивидуально подбирать, и они тоже должны обучиться, потому что, ну, мы же понимаем, если тем более вы из этой сферы, что это у нас в целом не выстроено вот именно индивидуальный подбор, чтобы это было качество уже для этого пациента. Вот, поэтому сейчас эта работа ведется, она не останавливается. Такая, скажем, некая инвентаризация под уполномоченный орган Министерства труда и соцзащиты, некая инвентаризация в регионах уже начата, потому что они создали свою комиссию, проверяют. Если там даже регион предлагает какое-то здание, они его обследуют, понимают, что насколько оно будет приспособлено к этому парку ТСР, насколько оно будет удобно, на логистику смотрят, чтобы наши граждане могли иметь туда свободный доступ и логистически было удобно туда заезжать, так скажем. Вот. И после того, как они все обследуют, понятно, что местный исполнительный орган, он должен будет взять на себя ремонт этого здания, возможно, понятно, что не капитальное, не строительство, но все равно нужно будет в порядок привести. Далее, когда уже все юридические стороны будут между нами уже согласованы, у нас будет некий перечень. В этом перечне будет приложена и техспецификация, и к нам поступает заявка от уполномоченного органа обычно и производителя. То есть мы не специалисты, мы не можем определить, это нужно или это лучше, это не лучше там, и так далее. Понятно, что эту работу экспертную ведет Минтруда со своим экспертным комитетом, теми экспертами, которые у них работают вместе с ними. Потом параллельно Минтруда вносит, ну, как бы готовит внести изменения в НПА, во все, которые должны быть там, да, методология должна быть, потому что каждый парк ТСР, но мы же хотим, чтобы он был в каждом регионе. Вот. И он не может каждый регион сам по себе работать. То есть это должны быть стандарты, это должна быть выстроенная система и так далее. И мы, в свою очередь, также Министерству труда заявили, что помимо оснащения, так как это новый проект, если будет необходимость обучить тех специалистов, которые там будут работать по подбору, то, конечно, мы можем и эту заявку рассмотреть, но тоже с конкретикой. Да. Кто обучает, чему обучает и так далее. То есть я вам просто рассказываю, что вот Нет, этот процесс... это я все знаю, то есть, ну, мы же вроде как бы начинали вот в группе по этой, то есть мы остановились на том, что нужно создать один пилотный, да, проект. То есть не надо хвататься за весь Казахстан, потому что это будет тяжело. Надо создать пилотный проект в каком-то крупном регионе. Ну, скажем, это или Алма-Ата, например, да, который охватит и Алматинскую область. Вот. Откатать это на пилотном проекте, а потом уже масштабировать. Потому что представляете, что сейчас будет, если, в общем, сырой проект запустить по всему Казахстану. Да? То есть мы можем просто, да и вы можете просто, ну, как бы некомпетентно выглядеть после каких-то моментов, которые наверняка нужно откатывать. Поэтому ну, зачем говорить о всем Казахстане, то есть надо просто сконцентрироваться на одном регионе. Да? То есть неважно, что это будет. Алмата, Астана, то есть ну, это должен быть крупный регион. Понятно. Я просто хочу, чтобы, Игорь, вы понимали, что на это есть уполномоченный орган. И если уполномоченный орган нам скажет, что это только один пилот в одном регионе, мы поддержим. Мы не будем этот проект сопровождать, мы не будем этот проект, там, знаете, за все сотрудников, которые там будут работать, отвечать и так далее. Это не наши полномочия, у нас небольшой штат, и все это не наш проект, чтобы мы сказали, мы его только вот ведем. Поэтому мы совместно коллаборацию делаем с государственным органом, потому что по сути это их функция, но так как в Казахстане не было, мы говорим, мы поможем стартануть. Мы говорили и этот момент с Тамарой Касымовной о том, что вообще, если было бы хорошо, то, возможно, это один регион, конкретно сделать пилот,
конкретно его обкатать и посмотреть. Но у Министерства труда есть тоже свои предпосылки. Почему? Потому что есть реабилитационные центры, которые уже в регионах присутствуют, и, возможно, на этих реабилитационных центрах, на базе этих реабилитационных центров было бы логично провести реабилитацию пациента, ему там же подобрать ПСР необходимый, там же обучить, как им пользоваться, выдать домой. После определенного срока он возвращается, и они смотрят динамику, может быть, что-то добавляют, а может быть, что-то меняют или там еще что-то. То есть они тоже этот вариант смотрят, поэтому мы говорим о том, что говорить это вот так или не вот так, мы должны это все вместе. И если бы это была бы чисто обязанность только Казахстан халқына, и это казалось бы только нашего фонда общественного, да, мы даже не социальных вот этих всяких реабилитационных специфичных, так скажем, моментов, мы же не эксперты. Поэтому, то есть у нас вот так. А в целом это мы инициировали, и мы понимали, что это потребность населения. Но работа идет, она не остановилась, то есть, чтобы вы понимали. И мы сказали Министерству труда и соцзащиты так: если это пилот, мы говорим только один регион и конкретно его обкатать, мы готовы. Если мы говорим, что это посмотрим на потребность и возможность МИО, потому что предоставление помещений и так далее, это же подразумевает еще бюджет. Если у каких-то МИО нет возможностей, значит, они могут в следующем году присоединиться. И если какие-то МИО говорят, мы готовы, у нас это есть, у нас потребность большая, и, в принципе, мы готовы сейчас включиться, то это тоже Минтруда напрямую с МИО переговоры ведут. То есть в этом процессе нет, потому что мы не строим здания, мы здания ремонта не делаем, мы только по оснащению включаемся. Нет, это понятно. То есть вашу функцию-то я, в общем-то, представляю. Если бы вы еще лезли в каждый проект в каждом регионе, то есть, я не знаю, там, вы бы штат раздули как минимум раз в 10. Вы знаете, Игорь, спасибо за понимание. Я просто хочу сказать, что у нас вот уже более 20 программ, которые реализуются именно в областях, больше в областях, нежели в 3 городах крупных, да, республиканского значения. И нас бы и на эти проекты не хватало бы, если бы не партнеры. То есть основной упор все равно мы делаем на наших партнеров. Тех же партнеров, либо это партнеры-операторы, либо это партнеры-интеграторы. То есть вот основной упор на это. Ну это правильно. Это правильно. Потому что вы в своей части профессионалы. И вы это сделаете качественно, как правильно там и так далее. Поэтому мы и партнеримся со всеми, чтобы мы больше упирались на ваш опыт. Да, почему мне интересен этот проект? Я являюсь отечественным производителем реабилитационного оборудования. Это здорово. То есть и средств ПСР. Ну вот начали работать в этой группе, то есть я и предлагал хорошие условия, то есть поставки. И, то есть есть свой сервисный центр, свое производство, то есть всегда можно отремонтировать и все. Конечно. Но что-то как-то меня Минсоцтруда, она не очень слышит, да, то есть, там какие-то собираются со всех концов мира предложения, и, я не думаю, что, то есть, мое какое-нибудь оборудование войдет в этот перечень. Нет, зря вы так говорите. Мы, знаете, понятно, что Минтруда нам будет предлагать всех, кто на этом рынке лучший. Но мы тоже будем учитывать, во-первых, чтобы был доступен сервис, потому что сами реабилитологи, да, или там мультидисциплинарная команда, если, допустим, этот ТСР вернут, и его нужно будет передать другому, понятно, что его нужно, проще говоря, подшмонать, да, что-то подкрасить, что-то подкрутить, что-то там отрегулировать. И это не могут они сделать, это должен быть сервис. Поэтому мы и это проговаривали на встрече. Булат Бедахметович конкретно сказал, что все-таки нужно делать упор на присутствие сервиса в этих регионах. Иначе будет большая сложность. Этот, допустим, какой-то
ТСР невозможно отправить в ту страну, где закупалось, да, только для того, чтобы они подремонтировали и вернули. Да, То есть логично. вот эти моменты мы проговорили. Поэтому они будут нам, наверное, показывать всех, кто есть на этом рынке, всех, кто предлагает лучшие и условия, и ценовая политика. Это же не бизнес-проект, да, мы больше говорим о решении социальных вопросов, это благотворительный проект. Конечно. И мы говорим о том, что это здорово, если есть у нас наши свои, как говорится, в шаговой доступности, да, зачем нам синица там это в небе или журавль в небе, как там говорят, да, куда-то там. Да. Поэтому это нормально, это очень хорошо, и мы наоборот говорим, пусть побольше нашей. Ну все, вот это был вопрос у меня, только я хотел спросить, то есть в принципе у меня больше вопросов нет. У вас получается вообще перечень большой, да, ТСР, которого вы предлагаете? У меня вертикализаторы, у меня ходунки, у меня статические вертикализаторы, у меня аппараты для детей ДЦП, для спина бифида, у меня костюмы разгрузочные, то есть у меня, ну, я не перечисляю сейчас реабилитационное оборудование, потому что это немножко не этот, ну, то есть к ТСРу отношения не имеет. Ну, у меня ходунки с подвесом, да, то есть когда пациенты подвешивают. Вот. Все оборудование я регистрирую, то есть оно все разрешено к применению. Получаю стеки, то есть иду как, знаете, как некоторые друзья мне говорят, нафига ты в это залез, говорит, да, то есть я, ну, как бы хобби, есть торгующие компании. У меня одна из крупных компаний по поставке реабилитационного оборудования. То есть это мы поставляем реабилитационное, бальнеологическое, физиооборудование по всему Казахстану, да, проводим обучение и производство, то есть я отошел от торговли и как хобби, то есть сделал производство оборудования. Ну, то есть Это просто как бы здорово. ради интереса, да, ну, начало получаться, да, то есть добиваемся качества, потому что видим, какое оборудование приходит из-за рубежа, то есть стараемся, то есть наше оборудование подвести, ну, под стандарты вот, там, европейские, да, корейские, со всего мира. Ну, то есть вот так работаем. Здорово. Это классно. Мы вообще за то, чтобы больше все-таки у нас развивалось производство, потому что это, мы же понимаем, что это мультипликативный эффект, это и рабочие места, это и налоги, это и какие-то технологии, поэтому это здорово. Мы очень рады. Спасибо. Я Рада была с вами познакомиться. Да, рад за такой фонд, что создали. Ну, я вам просто скажу на примере, допустим, тех же экзоскелетов, когда нам писали заявки мамы детишек, далее к нам обратился уже фонд, киберфонд. Да, мы сказали, хорошо, но давайте мы все-таки будем с местными рассматривать. Они нам сразу порекомендовали сами же компанию, с которой они уже давно сотрудничают. Это оказалась компания, которая находится буквально здесь, в городе Астана. Это молодые ребята, которые не просто там собирают, да, комплектующие, но они пишут программу саму. И мы с ними сразу договорились, что это очень важно, потому что когда здесь и они индивидуально подбирают, и с ребенком работают, и у нас здесь есть еще вот Шолпан Адильжановна, она у нас как главный нештатный реабилитолог, она со своей мультидисциплинарной командой в этом участвует, смотрит, насколько это нужно этому ребенку или нет. То есть там со всех сторон это идет такая экспертиза. Вот. И мы, знаете, мы очень этому рады, потому что мы видим определенную динамику этих детишек. Родители нам пишут свои слова благодарности о том, что у детей как-то мышцы начали уже работать и так далее. И мы рады, что все-таки у Маулена, да, мы с ним работая, у него появилась возможность расширения, да, своего производства, что-то еще улучшить. Поэтому мы больше такую часть приветствуем. Понятно, что когда у нас нет, да, там, да, это вопрос такой.
Но если у нас здесь есть и это хорошего качества, то, конечно, это здорово. Тем более нас приучили сейчас, то есть у нас Министерство здравоохранения, то есть я в основном Минздрав поставляю, приняло такое решение, то есть гарантия 37 месяцев. И ну, поневоле приходится делать оборудование качественное, потому что потом не справишься. То есть, да, тут, согласна. Ну и в целом мы же, если вы же что-то производите, вы же производите для наших граждан. Ну, я думаю, что наши граждане заслуживают, чтобы у них было качественно. Да, все. Спасибо большое. Спасибо. Вам спасибо. Была рада знакомству. Хорошо. Желаю вашему бизнесу процветания. Вам тоже всего хорошего. Хорошей работы. Люблю общаться с предпринимателями. У них другое мышление. Я всегда своим сотрудникам, раньше больше с предпринимателями общалась, я им всегда говорю, если предприниматель, неважно какое у него образование, но он хотя бы один киоск поставил и жарит пирожки и продает, он уже умнее, чем мы. Ну, я поспорю, конечно. То есть каждый на своем месте должен быть. Да. То есть кто-то пирожки продавать, кто-то еще что-то. Ладно, все, спасибо вам, Лиза. Все. Хорошо. До свидания. До свидания. Хорошо. Ага. Так, Алмагүл ханым, сіздің... Я қайырлы күн. Ага, сіздің видеоңызды көрмей тұрмын. Қайырлы күн. Камераңызды кішкене өзіңізге қаратай түсіресіз ба? Ага, сіздің шашыңызды ғана көріп тұрмын. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Бағдарландырулардың арасында сіздер бүгін үкіметтік емес ұйымдардың өкілдерімен кездесу жоспарланып отырғандығын байқағандықтан, не жаңалық бар екен, қандай бастамаларды көтеріп отырсыздар деп хабарласып, сіздерге бүгін байланысқа шықтым. Негізінен бұған дейін сіздермен кездескен едік, егер естеріңізде болса, сіздерге былтырғы жылы ересек тұлғалар бойынша түрлі бұзылыстар бар, соның ішінде менталды, сочетанными нарушениями, лица с инвалидностью старше 18 лет, солар бойынша жұмыс жүргізуге ниетімді танытып, онымен қоса жобамызды Азамат әлеуеті қорының тарапынан ұсынған едік. Өкінішке орай, ары қарайғы келер кезеңдерде байланыс болмады сіздердің тараптарыңыздан. Біз енді ренжімейміз. Сіз қай уақытта жібердіңіз, айтсаңыз, мен сіздерге екінші ретте жолдаған едім. 22 жылдың көктемінде және жазғы кезеңде негізінен қайтадан дублировать етіп жібере аламын. Қазіргі таңда мен сіздердің, егер байқасаңыздар, парақшаларыңыздың Фейсбукта, Инстаграмда өте белсенді қолданушысымын. Көптеген ақпаратты көріп біліп отырмыз. Рахмет сізге. Және инклюзивті білім беруді дамытудың ұлттық ғылыми практикалық орталығының ғылыми қызметкерімін. Біздің мекемелерге сіздердің тараптарыңыздан атқарылып отырған көмекті байқадық, біліп отырмыз. Кешегі күні өткен аптада. Кешіріңіз, сіз қай өңірден боласыз? Алматы қаласында орналасқан. Алматы қаласы. Білім беруді дамытудың ұлттық ғылыми практикалық орталығы, Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования. Он как раз курирует деятельность всех специальных организаций образования. Арнайы мектептер ғой, спецшколы? Орталық тарапынан емес, өзіміздің қорымыздың тарапынан ұсыныстар жасаған едім. Өкінішке орай, жастайынан мүгедектігі бар тұлғалар ересек өмірінде көптеген мәселелерге қатысты әлі қамтылмағандығын бұған дейінгі сізбен кездесуде де Ләззат ханым айтқан едім. Оның ішінде ересек өмірге дайындығы бұл тұлғалардың әрине көптеген мәселелер туындайды. 18 жастан асқаннан кейін мүлдем ештеңемен қамтамасыз етілмейді деп айта алмаймын. Арнайы әлеуметтік қызметтер бар, әлеуметтік салада атқарылып отырған жартылай стационарлар типінде. Қазіргіде елімізде әлеуметтік кодекс талқылануда, білетін шығарсыздар Сенат деңгейінде. Бұл жаққа да біраз ұсыныстар берілген еді біздің тарапымыздан. Себебі мен де мүдделі тұлғамын, жастайынан мүгедектігі бар.
азаматтың анасымын. Қазіргі таңда балам 27-ге толғандықтан көп жағдайда дневная занятость деген мәселе бар. Непосильная трудовая деятельность, енді, может быть, это и непродуктивный труд, бірақ ол тұлғалардың отбасынан тыс деңгейде ары қарайғы сопровождаемое трудоустройство және де сопровождаемое проживание деген мәселелерін талқылап, мен сіздерге соны хат жүзінде белгілеп көрсеткен едім. Оны жүйелі түрде біздің елімізде бір бала емес, 10 бала емес, мыңдаған тұлғалар бар осындай менталды бұзылысының нәтижесінде оларда кейбір дағдылар қалыптаспай қалуы да мүмкін. Жалпы білім беру саласында знание, умение, навыки деген 3 нәрсе бар. Знания, они не столь важны для лиц с ментальными нарушениями, себебі олардың бұзылыстарына сәйкес өздеріңізде түсініп отырған шығарсыздар. Біздің мекемелерді аралай отыра қазіргіде көп көмекті сіздер интеллектуалды зиятында бұзылысы бар тұлғаларға атқарып отырсыздар ғой. Оларға еңбек дағдыларын дамыту көп жағдайда. Енді тоқ етерінде біздің тарапымыздан сондай орталықтарды құру және де әлеуметтік саламен байланыстыра отыра, мүмкін жергілікті жерде жаңағы инициативный группа родителей дейміз, или заинтересованный НПО-лар жүзеге асырылатындай жобаларды ұсынған едік. Оның ішінде бағанадан бері айтып отырған профессиональная ориентация, профессиональное трудовое обучение, оны ғылыми зерттеу негізінде мен өзімнің негізгі жұмыс орным бойынша біз қарастырып, ұсыныстар жасалған еді. Әлеуметтік саладағы ведомствомен тығыз жұмыс жасай отыра, бірақ өкінішке орай әлі де сөзіміз жетпей отыр ма, не болмаса бұл тұлғалардың мәселесі түсініксіз болып отыр ма біздің ортада. Сондықтан сіздердің қорларыңызға да. Бұл қаржылай әрине көп нәрсені талап етсе де, бірақ дегенмен біздің әлеуметтік саладағы бағдарламалар мен стандарттарға енгізуге мүмкіндік бар. Енді қазіргіде Сенатта талқылау кезеңінде министрлік өкілдері айтып отыр, жақсы жарайды, қазір кодексті өткізіп алайық. Енді жай ғана уәде түрінде қалып қалмаса деп ойлаймын мен. Мүдделі тұлға болғаннан кейін, ана болғаннан кейін, содан кейін осы салада құзыретті маман болғандықтан көптеген нәрселерге байланысты. Енді бүгін кездесуіміз бейресми болып отыр, бірақ дегенмен айта берсе құлаққа сіңімді мәселе болатын шығар деп сіздермен қарым-қатынасқа түсудемін. Мүмкін ол кезеңдегі идеяларымыз басқаша болған шығар. Менің ойым мынада болып отыр. Қазіргіде азамат әлеуеті жеке қайырымдылық қоры біз бір отбасы ретінде құрылған қормыз. 2015 жылдан бері қызметтерді атқарудамыз. Көптеген жобалар болды. Олар пилоттық деңгейде. Жаңа айтып өткен кәсіби еңбекке дайындық бағдарлау, содан кейін шеберханаларда ашу, үй жағдайында осы тұлғаларды әйтеуір 1-2 сағатқа болса да ата-анасынан айырып, жартылай стационардан тыс еңбекке баулу мен еңбекке араластыру жағдайындағы. Бүгін енді Алматы қаласындағы әлеуметтік саладағы басқармамен де сөйлесіп өттік. Ондай лоттар әрине жоқ, бізде әзірше. Сондықтан көптеген сұрақтар туындайды, бірақ пилотты деңгейде жүргізе берудің еш нәтижесі болмайды. Ол уақытша нәрсе ғой, дегенмен оны енгізе отыра, мүмкін сіздердің тараптарыңыздан да түсіністік болып, ары қарай бұндай жобаны қолдаймыз дегенде. Не болмаса, сіздерге бұған дейін де басқа ата-аналар хабарласып айтқан шығар өздерінің басындағы проблеманы, басқа да мәселелерді. Және де жеке өмір сүру әрине. Өкінішке орай, біз пандемия кезеңінде барлығымызды түсіндік, ешқандай ескертусіз бұл өмірден өтіп кететінімізді. Еш ата-ана мәңгі өмір сүрмейді, олардың ары қарайғы, біздің балалардың мен айтып отырғаным, отбасынан институцияда емес, үй жағдайында, не болмаса сондай, бұл басқа шет мемлекеттерде өте жақсы көрсетілген, дома малой вместимости, не болмаса сопровождаемое проживание, басқа да терминология түріндегі нәрселер. Енді біз қазіргіде отбасымызбен сондай үйді құрылысымен жұмыс жасап отырмыз, құруға ниеттіміз. Қазір Алматы қаласының деңгейінде сол үйдің жобасымен жұмыс жасап отырмыз. Ескезінді проект құрылыс жағдайындағы мәселелер. Себебі біз жақсы түсіндік, сол пандемия кезеңінде ауырғаннан кейін біздің баламыз бір кезеңде, бір сәтте еш қолдаусыз қалып қалса, әрине бауыры бар, бірақ 15 жас кіші, одан
12 жасар жасөспірім бала ешқандай жағдай жасай алмайды. Сондықтан сондай үйдің үлгісін сала отыра, ары қарай біздің елімізде сол модельді енгізуге ниеттіміз. Стандарттары да жазылған еді, бірақ енді біздің министрлік әзірше мүмкін ол адами фактор ма, кадрлардың ауысуына байланысты құлаққа жетімсіз болды ма біздің әңгімеміз, стандарттарды біз презентацияладық. Оны ары қарай жүзеге асыруға байланысты сіздерге енді әзірше бүгін мүмкіндік туындағаннан кейін айтып өтейін деген. Онымен қоса сіздердің жаңағы парақшаларыңызға сіз өзіңізде бір жауап берген едіңіз, Алмагүл Сейсенова. Мен терминология бойынша сіздердің мәтіндеріңізді қарап отырамын үнемі. Мәтіннің сауаттылығы, заң тұрғысынан кемсіту, дискриминация болмауына қатысты осы жолғы да біздің арнайы мектептерге Петропавл қаласындағы есту қабілетінде бұзылысы бар балаларға арналған сіздер тағы да 7 мектеп бар. Бұл мектептердің барлығын жақсы білем мен. Жақында былтырғы жылы жол картасы жасалған еді 21-23 жылдарға балалардың құқығына қатысты. Балаларды қорғау жылына байланысты мониторингтік топтың мүшесі ретінде сол өңірлерге барып өткен едім. Үлкен өтінішім сіздерге бұл ескертпе емес, бірақ енді достық ыңғайдағы сіздерге тілегім барынша дұрыс атауларды қолданғандарыңыз. Есту кемістігі бар, ана жерде көрсетілді. Бұған дейін ақыл ой бұзылысына қатысты сіз Ләззат, содан кейін өзіңіз айып етпеңіз деп ескертпеймін. Жоқ, айтып қойғаныңыз дұрыс, иә? Себебі сол жұмысты мен өзімнің негізгі ғылыми зерттеу жұмысымның, аналитикалық жұмысымның нәтижесінде біздің орталықта жүзеге асырудамын. Мен бір өмірге бір реніші бар, назаланған адам емеспін. Мен де толыққанды тұлғамын, ғылым кандидаты, профессор болған жоғары оқу орнында. Сондықтан соңғы наурыз айының басындағы посттарыңызға пікір білдірген едім. Қажет деп есептесеңіздер, сіздердің ары қарайғы енді СММ мамандары ма, не болмаса сол нақты жауапты тұлғалар бар ғой, иә? Бізде Диас сіздің телефоныңызды жазып алып, сізбен байланыста болады. Сіз бізге өзіңіздің ақылыңызды айтып отырсаңыз, оны кішкене түзетіп отырсаңыз, біз сізге риза боламыз. Өйткені сіз мамансыз. Сіз жай ғана маман емессіз, оның кішкене бізден әлде қалам үлкен мәселесін білесіз. Сол үшін біз сізден сұрап отырамыз, оның ұяты жоқ, барлығын білу мүмкін емес. Бірақ осындай сіз сияқты мамандардан біз сұрастырып отырамыз. Рахмет. Мен негізінен бұл жерде сіздердің мүдделеріңізді қорғай отыра, қор көптеген жұмыс атқаруда, дегенмен көп жағдайда әлеуметтік желіні қолданушылар сырттай пікір қалыптасуы мүмкін, түрлі ойлар туындауы мүмкін. Соған байланысты айтып отырмын. Онымен қоса екі тілді филолог маман болғаннан кейін заңгермін, екінші мамандығым бойынша. Сол біздің салада да мысалға зият бұзылысы бар деген ешқандай айыбы жоқ. Ақыл ой есі кем, не болмаса ақыл ой дамымаған дегеннен гөрі, не болмаса көру қабілетінде бұзылысы бар тұлғаны соқыр дегенше көрмейтін, мүлдем көрмейтін, нашар көретін тұлға дегеніміз дұрыс. Басқа да атауларға байланысты, себебі қазіргі таңда ол зерттеуінің нәтижесінде таныссаңыздар да болады. Біздің сайтқа қазір мамандар орналастыруда. Мысалға қояншық. Сіз бізге чатқа жазыңызшы. Қалай? Мына жерде Zoom-ның чаты бар ғой, сол жерде өзіңіздің телефоныңызды, жаңағы сайтқа нұсқасын жіберіп қойыңыз, біз оны қарап, Диас міндетті түрде зерттеп, және де сізбен ақылдасып отырады. Оны сізге рахмет ниетіңізге, соны бізге айтып отырсыз. Ол бізге маңызды. Рахмет сізге. Әрине, қазір бірден біздің мекемеміздің сайтын немен жіберейін. Содан кейін онымен қоса негізгі жаңағы көптеген мекемелерді қазір аралап жүрсіздер ғой. Сол мекемелердің де несінде жаңағы посещение бару кезеңінде, міне, иә, мен туралы тұр екен ғой сіздерде ақпараттарыңыз. Чатта тұр екен. Иә, қазір жазып жатыр әріптестерім. Назира ханым. Мен бұған дейін де бірнеше хат жазған едім сол электрондық почтадан.
негізінен азамат әлеуеті қоры, онымен қоса тағы да бір айта кететін нәрсе, біздің елімізде Біріккен ұлттар ұйымының конвенциясының мүгедектердің құқықтары туралы баламалы баяндамасы жасалған еді. Альтернативный доклад деп жазылып отырғаны. Сол баяндамаға сәйкес біздің заңнамаға өзгерістер енгізуге көптеген, енді жалғыз өзім деп айта алмаймын, әріптестеріммен бірге, серіктестерімізбен жасадық. Сондықтан енді сіздердің қорларыңыз құрылған бетте көптеген жаңағы сенім мен үміт ұялаттыңыздар. Соған байланысты енді жұмыс нәтижесін көріп отырмын. Сол қысқаша осы, енді жаңағы жобама қатысты қағазды менің ойымша Назира тауып алатын шығар. Мен 2 рет па 3 рет дублировать етіп жіберген болатынмын сіздерге. Қазіргіде Мен түсіндім, Алмагүл ханым, мына жоба туралы. Бізде сайтымызда өзіміздің не сілтеме бар, Диас жібереді, мына неге чатқа қазір. Сол жерге кірсеңіз, ол жерде бізге жоба хат ретінде кірмейді. Ол жобаның өзінің толтыратын формасы бар. Сол жерге жазылу керек. Сіз мына қарастырып, өзіңіз асықпай, жазып, толтырып, бірақ біз енді біріншіден мына стартап проекттерге анша кіріспейміз. Айтайын дегенім неге? Өйткені ол стартап проект, ол ары қаратай қалай болады, жүре ма жүрмей ма, мысалы, ертең күні мемлекеттік органдар оны өзіне енгізіп, ары қаратай көтеріп алып жүргізбесе, біз оны жылдан жылға өзіміздің қаражатымызға оны сүйрелеп жүрмейміз. Өйткені білесіз ғой, мына біз неге бар жобаларды айтамыз ғой, масштабировать етеміз деп, жоба жақсы жұмыс істеп жатса, устойчивый дейміз, ары қаратай әлеуметтік жағдайды шешіліп жатса, системалық түрде барлығы нетіп жатса, бірақ бұндай системалық сұрақ басқа да өңірде болуы мүмкін. Сол өңірлерге осы шешімді біз енгіземіз. Сізбен партнер боламыз. Сіз онда өзіңіздің партнер серіктес ретінде қандай үлесіңіз бар? Біз партнер ретінде қандай үлес болу керек? Жауапкершіліктеріміз қандай болу керек деген. Бұл жерде уполномоченный органды біз неғып әр мысалды қосамыз, өйткені уполномоченный орган ары қаратай оның барлығын реттеу керек. Мемлекеттік органдар бар, әкімшіліктер бар, барлығы қатысу керек. Өйткені бұл проблема, ол шешілу керек. Мемлекеттің деңгейінде, қазір өзіңіз айтып жатсыз ғой, көптеген әлемде инновациялық шешімдер бар. Соның барлығын енгізіп, мына мемлекеттік органдар өздерінің стандарттарын жақсартып, керекті нәрселерді жазып, бекітіп, ары қаратай жұмыс істеу керек. Сондай өзіңіз қарап шықсаңыз, ондай енді өзіңіздің ойыңызды, жүргізіп тұрған жобаңызды жазып жіберсеңіз, бізде сарапшылар комитеті бар. Білім саласында, медицина саласында, орфандық саласында, жаңағы спорт саласында, әлеуметтік саласында. Бірінші ол жоба біздің мына анализ орталығына кіріп, ары қаратай сол жаққа кетеді. Ол жерде сол сарапшылар қарастырып, өзінің ұсынысын бізге береді, протокол ретінде. Ары қаратай біз уже енді правление қарастырып, действительно осы жоба устойчивый, действительно жақсы жоба, жақсы шешім нетіп жатыр деп, біз ары қаратай оны мына қамқоршылық кеңесіне ұсынамыз. Әр жерде өтіп жатқан, мына жаңағы айтып кеткен этаптарда, оны сізді өзіңіз инициатор болсаңыз, сізді өзіңізді шақырады. Ол сарапшылар бізде тегін жұмыс жасайды, ол біздің штатта емес, бізден зарплата алып отырған жоқ. Олар сізге уақытын айтып, алдын ала күнін бекітіп, сізбен Zoom арқылы өзіңіздің жобаңызды өзіңізден тыңдап, сұрақтарын бәрін қойып, жаңағы бізде қамқоршылық кеңесіне де барғанда жоба, сол жерде де өзіңізді шақырып, міндетті түрде өзіңізбен хабарласып, сұрақтарды қояды. Ол енді солай біріншіден ашық түрде болу керек. Ертең күні
басқармада енді бізде Жәмішев бар, мен бар, Айсагалиева бар, 3 адам. Біз ешқашан бәрін шешуіміз болмайды да, мүмкін де емес. Бұл жерде барлығы өздерінің үлестерін қосып жатады. Өздерінің білімдерімен бөлісіп, сарапшылар өздерінің білімдерімен, қамқоршылық кеңесінде де біздер сарапшылар ретінде ірі тұлғалар отырған. Олар да өзінің ой пікірлерін айтып, шешімдерін қабылдайды. Біз енді правление исполнительный орган. Сол үшін енді сіздің айтып тұрған тәжірибеңізде мол, істеп жатқан жұмысыңыз да бар. Және де бұл проблема ол сізге жай таныс нәрсе емес, ол өзіңіздің жақын ұлыңыздың мәселесі, оны сіз өте жақсы білесіз. Сол үшін осы жақсы жоба, осы істеліп жатыр жоба, мынандай әлеуметтік мәселелерді шешіп жатыр деп толтырып жіберсеңіз, пожалуйста, біз только за. Тем более бізде профессионалдар болғанда, бізде мықты серіктестер болғанда, біз өзіміз қуанамыз. Сізбен сұхбаттасу барысында сөзіңізді ести отыра, 24 шілдеде былтырғы жылы жолдаған хатымды қайтадан жібердім сіздердің почталарыңызға. Содан кейін біздің әңгімеміздің барысында қандай мәселелер туындаған есіме түсуде, қазір күнделікті болмаса да Zoom-да әртүрлі шаралар өткізілуде ғой. Негізінен өзімнің кандидатурамды сараптамашы ретінде де ұсынған екенмін, сол кезеңде резюмелерімді де салыппын. Қазір қайтадан сол хатты жібердім. Бізде ол уақытта бар ғой, сіз әлеуметтік неге да, эксперттік комитетке. По социальным вопросам. Бізде ол уақытта бұл комитет болған жоқ. Ол комитеттің құрамы енді нетіп жатыр. Мен Диас, сіз Алмагүл ханымның несін резюмесін алып, кім Гүлзия Кәрібаевнаға көрсетіңіз, потому что ол комитет енді құрылып, енді өзінің жұмысын нақты бастап жатыр. Бұрын біріккен болатын ол. Қазір именно социальный вопростарды отдельно шығарып жатырмыз. Өйткені социальный вопростардың спецификалары да көп қой, білесіз ғой. Ал бұрын біріккен комитет болды, ол жерде адамдар көп болды. Енді біз қазір оны рет-ретмен бөліп, енді бөлек шығарып жатырмыз. Жақсы, егер менің пайдам тисе ондай жобаға, тіпті жақсы, мен қуанышты боламын. Онымен қоса, менен тағы да бір нәрсе есіме түсіп жатыр. Ақпан айында былтырғы жылы біздің тікелей оқу ағарту министрлігі тарапынан ұсынылған бірден бір қордың бір біз болыппыз. Сол кезде Айтжанова Ардақ Қуандықовна деген әріптесімізге жіберген жоба туралы қысқаша мәлімет бар екен. Соны да жібере салдым. Егер ары қарай дамыту қажет, қызығушылық туындап, сіз ресми түрде сайтқа салу керексіз десеңіздер, ол да жақсы. Мен ол бойынша жұмыс жасаймын. Сіз қай почтаға жібердіңіз? НЖО бағана жіберген почтаға. Қазақстан халқына да? Иә, бірден сіздерге жіберіп отырмын. Жақсы. Сіздерге келіп жатқан шығар. Сол кездегі хатымның үстінен жібердім, содан кейін министрлікке де жолдаған жоба туралы қысқаша мәліметті. Егер пайдам асып жаңағы екі нәрсе бойынша терминология мен жаңа жобалар, ересек тұлғалардың бірі. Себебі мен кешегіде байқап қалдым, бұған дейін көп сұрақтар туындаған талма, эпилепсия, бұған дейін қояншық деп аталып ауру, талмаға байланысты Сабрилдің өзін беріп отырғандарыңызға да қуандым. Себебі өңірлерде ол дәріге қатысты көптеген отбасыларда мәселелер туындайды. Алып баласына беру, туған туысқандарына қамтамасыз ету. Біз сол сала бойынша да көптеген өзіміздің көмегімізді атқарудамыз. Енді біз мықты, кереметтей бір үлкен қаржының астында жатқан қор емес, біз бірақ та баламыз, азаматпен осындай тұлғалардың ары қарайғы өмірін ата-анасымен бірге, бауырлармен бірге, мамандардың әлеуетін көтеру үшін осындай өзіміздің жобаларымызды атқардық. Біз әлеуметтік желіде бармыз, бірақ көп жағдайда мен сіздерге пікірімді өзімнің атымнан білдірудемін. Сондықтан енді аяп етпесіздер, барынша ақпараттандыруына байланысты кейде перепост жасап отырамын. Рахмет сізге. Қолдауыңызға рахмет. Ниетіңізге де рахмет.
Сондықтан жаңа бастапқыда бетімді ашпай жұмыс жасап отыр едім бір тағы да жобалар бойынша. Ал енді қазіргіде тікелей қарым-қатынас құрып, енді біздің дегенмен идеяларымыз ары қарай құлаққа сіңімді жалпы дүниеге асатындай болса, ол сала бойынша жұмыс жасауға да ниеттімін. Сонымен қоса маман, сараптамашы, заңгер, мүдделі тұлға ата-ана ретінде де сіздермен жұмыс жасауға дайындығымды білдіремін. Рахмет сізге. Біз сізге ризамыз. Үлкен жұмыс жасап жатырсыз. Осы біздің балаларымызға көмектесіп жатырсыз. Қазір бізге де айтып жатырсыз, қосылуға дайынмын деп. Біздің жұмысымыз тегін болса да үлесімді қосам деп жатырсыз. Ниетіңізге рахмет. Мен Диасқа айттым, Диас нені Алмагүл ханым жіберген хатты, который айтты ғой, кішкене нұсқасын жазып жібердім деп. Гүлзия Қайырбаевнаға көрсету керек. Содан кейін жоба бойынша да егер концепциясы толығымен қажет, бұнда енді сіздерге бәрібір әртүрлі біз сайттарыңызға да кірдік бастапқыда. Енді мен мұқтаж адамдар көп екендігін біліп отырмын. Онымен қоса біз енді орысша айтқанда самодостаточный енді жағдайда балам, себебі отбасында тұрғандықтан өмір сапалы. Толығырақ жіберетін керек ме? Алмагүл ханым толығырақ жіберсе жақсы болады дейді. Жоба туралы ма? Жоба туралы жарайды. Енді резюмем қажет деп есептесеңіздер қарап өтерсіздер. Ал енді растайтын құжаттар керек болса, жалпы сол орталықтың өкілімін. Ғылыми зерттеулерім енді бұған дейін өте көптеген тақырыптар бойынша болды. Жаңа кәсіби бағдарлау бойынша да бар. Негізгі былтырғы жылғы нәтижелі жұмысымыз ол терминология бойынша болғандықтан айтып отырмын. Онымен қоса көп жағдайда ата-аналарды ақпараттандыруға да байланысты көптеген әдістемелік нұсқаулықтар жасаймыз. Информационный блок материалов. Солай. Сондықтан рахмет, сіздермен бүгін жүздесіп, енді идеямызды ары қарай жүзеге асыруға, ортақ мүдделерімізді барынша қамтамасыз етуге байланысты жұмыс жасауға ниеттіміз. Рахмет сізге, рахмет сізге. Сіз де аман болыңыз. Біз сіздің мәліметіңізді алып, барлығын сосын кері байланысқа шығамыз сізбен. Біздің орталықпен жұмыс жасап отырсыздар, сондықтан мүмкін орталық тарапынан жасаған жұмыстарымыз. Әлі жұмыс жасайтын көп. Біз мына арнайы мектептер тек қана мына 31-ін неттік, аз болса да қамтамасыз етіп отырмыз. Енді осы жылы мына қазір қалған 67 мектепті қамтамасыз етуіміз керек. Енді барлығын қарастырдық, потребності білесіз, директорлерде кішкене сасқалақтап қалды, олардан да сұраған жоқ шығар, енді кім қандай нәрсе керек деген. Біз енді айттық, жалпы біз холодильник бірдеңкені қарастырмаймыз, бірақ балаларға керекті мәселе, айтамыз ғой, кабинет труда дейміз да, басқа да мәселе болса. Негізінен мониторинг кезеңінде сол Көкшетау, Петропавл қаласындағы мектептерде болдым мен. Онымен қоса енді біздің қарамағымызда 99 мектеп бар, қанша миллиардтаған теңге бөлінуде. Біз енді біздің орталық негізгі үйлестіруші ретінде координатор болғандықтан, мен көп жағдайда мектеп директорларымен де байланыстамын, оларға айтудамын. Балалардың қандай дағдыларын дамытуға, жай ғана спорт инвентарьды алуға болады, бірақ дегенмен тұрмыстық бағдарлау. Анау Павлодар облысының біз ауылды мекендерінде болдық. Ауылдық мектептерде жағдай қиын. Кеше күні мен Қаскелен мектебінде көмекші мектеп бар. Қаскелен қаласында. Анар Саматовнамен де директормен сөйлестім. Ол жерде мен қамқоршылар кеңесінің басшысымын. Сондықтан сіздер нақты жұмыстарыңызға қажет материалдарды алдарыңыздар. Жай ғана по прихоти руководства емес, онымен қоса ары жұмыс жасап нәтижеге шығатындай. Көп жағдайда енді жаңағы АТБ дейміз, әлеуметтік тұрмыстық бағдарлау, еңбек пәні және де Есік қаласында да көріп шықты. Мен біздің әріптестер барғанда кері байланыс болды. Мен өзім бұл жаққа бара алмадым. Қазір күнделікті Сенатта сол әлеуметтік кодекс бойынша жұмыс жасап отырмыз. Сондықтан біздің айтып отырған мәселемізге де қатысты, бәрібір олар сол саланың клиенттері болады. Ересек өмірде соған байланысты. Жақсы, жарайды. Рахмет сізге. Сау болыңыз. Сізбен танысқаныма қуаныштымын. Жақсы, аман болайық, сау болыңыз.
Вас не слышно? У вас микрофон выключен. Да, мы выключили микрофон, ждем сейчас подключения. Аха, саламатсыз ба, Ерлан мырза? Сізді неңізді көріп тұрмыз да, сіз видеоңызды қосып, звугыңызды қоса аласыз ба? Ерлан мырза, мен естіліп тұрмын ба? Ерлан мырза, сіз қосылуға бір нелер болып тұрса, кедергілер болып тұрса, шығып қайта кіруге мүмкіншілік бар. Да, Диас? Онда өтейік, сіз шығып қайта қосылыңыз. Менің әріптестерім сізді қосады.
запись. Ну что, вы сказали, типа, мы ждали. Видео у меня не включается. Так, құрметті әріптестер, енді біраз уақыт күттік. Кейбіреу қосыла алмай жатыр ма білмеймін. Жалпы бұл енді соңғы кездесу емес. Келесі аптада тура осы күнде, осы уақытта қандай сұрақтарыңыз бар, барлықтарыңызға көруге біз дайынбыз. Сіздермен диалог ретте әңгімелесуге, талқылауға да дайынбыз. Рахмет, қош сау болыңыздар.